Құрметті YouTube каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға кәрілік деп аталатын шағын әңгіме ұсынып отырмыз. Бұл әңгімені сіз аудио түрінде тыңдауыңызға да болады, немесе дауысын басып қойып, мәтінді өзіңіз оқуыңызға да болады. Біз әрине слайдтарды кәсіби мамандар сияқты жасай алмаған шығармыз, дауысын да дикторлар сияқты жаза алмаған шығармыз. Дегенмен де барынша тырыстық. Әңгімені оқығаннан кейін пікір қалдырсаңыздар, қуанамыз. Егер әңгіме ұнаса, лайк басыңыздар. Біздің каналға қолдау көрсеткілеріңіз келсе, осы видеоның астында карт нөмірі көрсетілген. Оған да бір назар аударуыңызға болады. Кәрілік әңгіме. Мектепте оқып жүрген кезде Сая екеуміз дос едік. Күн құрғатпай кездесеміз. Ол кездің достығы қазіргіден басқашалау ма деймін. Досыңның үйіне жиі барасың. Тамақ үстіне бара қалсаң, олармен бірге отырып тамақ ішесің. Ол үйдің бүкіл тыныс тіршілігінен хабардар боласың. Саяның апасы қымыздық та, анасы әркенде тамаққа бап. Не пісірсе де дәмі тілі үйіріп тұрады. Үйлерінен көктемде қатық пен айран, жазда сап-салқын бидай көже үзілмейді. Қыста жиі ет асып, артынан құрт қатқан сорпа береді. Үйдің іші әркез тап-таза. Саяның Алтыбай дейтін атасы қырсықтау кісі болатын. Тамақ ішіп болғаннан кейін қайтсе де бір кінәрат табады. Түк дәмі жоқ. Тұзын ашты қылыпсыңдар. Тұз татымайды, су татиды. Әйтеуір бірдеңе дейді. Оны міндетті түрде тамақты әбден ішіп болған соң айтады. Әркен тәте келін болғаннан кейін бе үндей қоймайды. Естімеген кейіп танытып, көзін төмен салып, кесе қасықты сүрткіштеп, үстел шетінде ұсақ түйекті жиыстырған болып отыра береді. Шешесіне жаны ашитын болу керек, Сая ренжіп. Осы адам қызық, түк дәмі жоқ болса ішпей қоймай ма? Ішіп алғаннан кейін айтады бәрін дейді. Саяның әкесі болса миықтан бір күліп қойып, атаңа естіртіп айтсаңшы дейді. Шын өтірігін өзі ғана біледі, Саяның атасының құлағының мүкісі бар. Кей кезде керең адам құсап меңірейіп отыра береді. Айтып отырмын ғой, атам өтіріктен өтірік естімей отырған жоқ па дейді Сая. Қымыздық апа болса, шалы қырсық мінезімен кейін бала-шағаның есін шығарады деп ойлай ма? Әлде оның мұндай мінезін мен кетсем кім көтереді дей ме осындай кезде? О, Құдай сені менің артымнан бір күнде қалдыра көрмесін деп айтып қалады. Бірақ бәрі жаратушының қолында. Қанша жалбарынса да, ол кісі шалынан бұрын кетті. Аз күн науқастанды да бұл дүниемен қош айтысты. Бір күні Сая екеуміз сабақтан келсек, үй іші түскі тамақтарын ішіп отыр екен. Әркен тәте балдай қылып кеспе көже жасапты. Бір үлкен кесе көжені Сая екеуміз де ішіп алдық. Атасы әдеттегідей қырсығып, мына көже ішімді ауыртады деді. Ешкім үндеген жоқ. Ту, ата, ешкімнің іші ауырмай сіздің ғана ішіңіз ауыра ма сонда деді Сая. Сиырдың еті ішіме жақпайды деді атасы. Әркен тәте осыған сен кінәлісің дегендей ала көзімен күйеуіне бір қарап қойды. Ол кісі есіктің жақтауына қарап отыра берді. Алтыбай ата келіні мен баласын біріктіріп алғаннан кейін жайма шуақ кейіппен маған көшті. Соғымға не сойдыңдар деп бастап, бұзаулаған сиырды, қоздаған қойды, лақтаған ешкіні түгендеп шықты. Қысыр қалғандарын да ұмытқан жоқ. Далаға шыққан соң Сая. Жылда соғымға жылқы соятын едік қой. Биыл сиыр сойып едік, соған күннен күнге сараңданып барасың деп, атам әкеме өкпелеп жүр. Екеуі дұрыс сөйлеспейді, деді. Дедім Әркен тәтенің ағаға ала көзімен қараған қарасы есіме түсіп. Саяның әкесінің сараңданып бара жатқан атасына ғана емес, Әркен тәтеге де ұнамай жүрген сияқты. Атам қанша жүреді дейсің? Осы кісі барда жылқы соя берсейші. Апам кеткелі жетімсіреп жүр онсыз да дейтін көрінеді күйеуіне. Балалар өсіп келеді, ертең біреу келіншек алам дейді, біреу оқимын дейді. Жыл сайын бір жылқыны алып соғып соя берсең не қалады? Бәрін соғымға сойып жеп алып қарап отырасың ба? Ертең осы атаң кеткенде қонағасына бір жылқы, астына бір жылқы керек. Сонда не дейсің елге? Жылқының бәрін соғымға сойып жеп қойып едік дейсің бе деп, аға да бет қарата қоймайды екен. Біз сабақтан қайтқанда Саяның атасы есік алдында отырады.
Немересіне аса бір мейіріммен қарайды. Күз айларында кейде 1-2 аптаға, кейде 1 айға көрші ауылға Қызылшаға кетеміз. Үйдегілер бізді жібергісі келмейді. Біз барғымыз келеді. Ол жақта бізге бәрі қызық. Бәрінен кешке болатын би қызық. Беті қолымыз жарылып, өзіміз қап-қара болып, Қызылша біткен соң ауылға қайтамыз. Үйді де сағынамыз. Сая үйіне келгенде бәрінен бұрын атасына қарай жүгіреді. Бас салып атасын құшақтайды. Білдірмеген сыңай танытқанымен сол кезде атасының көзі жасаурап кетеді. Ата, жылайын деп қалдың ғой, дейді Сая күліп. Тайтар, дейді атасы, жылаған нес? Сол сөздің өзінде шексіз бір сүйіспеншілік, жылылық болады. Саяның әкесі екеуіне күлімсіреп қарап тұрады. Қасына келген қызына аман жоқ, есен жоқ, қанша таптың, дейді қалжыңдап. Айтқан жоқ, дейді Сая. Қыста бір мөлшек қант беретін шығар, дейді әкесі. Ерке қызын сөйлеткісі келіп, әдей айтады. Атамнан басқа мені ешкім сағынбапты ғой, деп, Сая да әкесінің сөзіне наздана қалады. Қызын бауырына басқан әкесі қарқ-қарқ күледі. Сағынғанда қандай? Биыл Алматы ерекше ыстық. Түс әлетінде далаға шықсам, күн жанып тұр екен. Манас көшесін бойлай емханаға бет алдым. Жейделерін шешіп бастарына орап алған жас жігіттер жайылған құмның үстіне тас төсеп жатыр. Жаяу кісі жүретін жолдағы асфальтты қырып тастап, оның орнына құм төгіп, тас төсеп, әлек-шәлек, шаң топырақ болып жатқалы неше күн. Ешкімге керегі жоқ жұмыс. 1 жылдан кейін-ақ төселген тастардың шеті мүжіліп үгітіле бастайды. Жерді дұрыстап, тегістеп барып төсемегендіктен, әр жеріне су жиналып, тасы қисайып, бұзылып жатады. Шаңқиған ыстықта тас төсеп жүрген жігіттер ақшасын ала алмай, сандалып, жүріп, кейін өздерін жалдаған адамды көруде мұң болып, жолға зорға ақша тауып ауылдарына қайтады. Неше жылдан бері қайталанып келе жатқан көңілсіз көрініс осы. Жақын арада өзгере қоймайды. Көңілсіз ойлар жетегінде келе жатып, Бұқаржау көшесіндегі емханаға да жеттім. Бұл бұрын балалар емханасы болатын. Жандосов пен Манас көшесінің қиылысындағы үлкендер емханасы жекеменшікке сатылғаннан кейін, үлкендер де, балалар да бірге осы жерге қаралатын болды. 1-2 жылдың көлемінде тура қасынан тағы бір емхана салынды. Жайнап ақ тұр. Білетіндердің айтуынша, ол жерде бұрын балалар мәйітханасы болған екен. Мекеме басқа жерге көшіріліп, орны сүрілгеннен кейін әдемі, ақылы емхана тез-ақ бой түзеді. Байлар сол емханаға қаралады. Біз, кедейлер, ескі емханаға тегін қараламыз. Ем алатын болсақ, дәрі-дәрмек, керек-жарақты өзіміз сатып алып, күндізгі стационарға келеміз. Менің келіп жүргеніме бірнеше күн болды. Бүгінгі күндізгі стационарға көк көз әбден шүңірейіп, жақ жүні үрпиіп кеткен бір кісі келді. Терісі сүйегіне жабысып құр сүлдері қалған. Өңі қуарып, көзден нұр кеткен. Ауылда 4 дөңгелегі 4 жаққа кеткен ескі ат-арбалар жатады. Олардың енді атқа жегілмейтіні белгілі болса да, ауыл адамдар тастай қоймайды. Біреулер қысқа қарай үстіне шөп жинайды, кейбірі жазда тезек жинайды. Басқа көп ештеңеге жарай да қоймайды. Бұл кісі де тура сол ескі арба сияқты. 2 аяғы ғана емес, 2 қолы да 2 жаққа кетіп, дұрыс бүгілмей қалыпты. Жейдесінің жеңін түруге де, түймесін ағытуға да жарамайтын сияқты. Қасында 45-50-лер шамасындағы бір қазақ әйел бар. Медбике укол салуға ыңғайланғанда, жаңағы әйел оның жейдесінің жеңін қайрайын да демеді, түймелерін ағытып мүлдем шешіп тастады. Бір-біріне бір ауыз тіл қатқан жоқ. Мен кіндіктен жоғары жалаңаштанған денеге қарай да алмай, шығып кетудің ыңғайын да таппай тұрып қалдым. Қанша қан сорса да жұп-жұқа болып, құйқаға жабысып алып жататын тер түстес жабысқақ дейтін бит болушы еді. Жейдесі шешілген әлгі қарт құдды сол жабысқақ бит болды да қалды. 3-4 уколы бар екен, бұлшық етте кетіп қалған. Медбике біраз әуре болып барып салды. Оңайшылықпен тамырда табылмайды. Тамшылататын сұйық дәрінің инесінде қойды әйтеуір. Әншейінде келгеннен кеткенше әңгіме айтатын әйелдердің бірінде үн жоқ. Бәрі көзбен де, құлақпен де сол екеуін аңдып жатқаны белгілі. Сұйық дәрісі тамып біткен соң, қартты манағы әйел қайта киіндірді. Ешкіммен қоштасқан да, медбикеге рахмет айтқан жоқ.
бір-біріне бір ауыз тіл қатпаған күйлері шығып кетті. Зорға шыдап жатқан болу керек, олар шығысымен палатадағы әйелдер жамырай жөнелді. Мұндай больнойларға надамы жұмыс істейтін медсестралар бару керек. Бізге жібере береді әйтеуір деп медбике бастады. Сүйретіліп келіп тұрған соң құрсыншы деп салып бересің. Біздің жұмысымыз аздай. Қызық осылар. Айтсаң жаманатты боласың деп бастап біраз сөйледі. Ал ем алып жатқан әйелдерді шалдан гөрі оны ертіп жүрген әйел көбірек қызықтырған сияқты. Қасындағы кім екен деді бірі. Әйелі шығар деді екіншісі. Қой, әйел емес шығар. Анау мүлдем қартайған шал ғой деді үшіншісі. Әйелі болса әйел шығар. Аға деп жүріп, 50-дегі еркекке тиіп алады ғой қазір 25-тегі қыздар. Бұл да сөйтіп тиіп алған шығар шалдың жастау кезінде деді тағы бірі. Иә, ол кезде ана шал бастық болған шығар деп шетке кереуетте жатқан жастау келіншек оны қостай кетті. Кейбіреулердің балалары қарамайды қартайғанда, тастайды да кетеді, хабарды алмайды. Іштерінде Құдайға қарағандары адам жалдап қаратады әке-шешелерін. Сиделкасы шығар деп болжам жасады орта жастағы біреуі. Тағы бір әйел, Құдай басқа бермесін, өзімен кетсін деп сол қолымен екі көзін жауып үнсіз қалды. Саусақтарымен екі көзін, қасын, маңдайын жапқан әйел мына бөлмеден шығып басқа бір тұңғиыққа кіріп кетті. Осыдан кейін жорамалшылар да үнсіз қалды. Әр қайсысы өздерінің түкке тұрғысыз болып қалатын кездерін ойлап кетті-ау деймін. Бойларын қорқынышта билеген болар. Менің есіме Саяның атасы түсті. Тұз татымайды, сиырдың еті ішіме жақпайды дегеннің бәрі бау-бақшаның ортасындағы еркелік екен ғой. Жүр жаса деп жатамыз, бірақ тәнің мұқалған, жаның жұтаған, ақыл-ойың көмескіленген, туған балаларыңды былай қойғанда, қол-аяғыңда өзіңді тыңдамай кеткен кездегі өмірдің дәмі қалай болар екен. Манас көшесінің бойымен үйге қарай жүріп келемін. Бағанағы тас төсеп жүрген жігіттер талдың көлеңкесінде тандыр нан жеп, су ішіп отыр екен. Түскі астары болса керек.